Selam dostlar, biz орталық алаңдамыз. Міне, фонтан істеп тұр. Адамдар жүр. Міне. Адамдар жүр. Күн мына жақтан шығып жатыр. Мына жақ көлеңке міне. Қазақстанның туы ілініп тұр, көрдіңіздер ма? Желбіреп тұр ғой, әдемілеп. Қазір сол жаққа барып көрсем сіздерге видео. Міне мынау осы площадьтың көрінісі. Міне мынау сыр алаштың анасы деп жазу жазып қойған. Тұр. Латынша. Бұрын қазақша болатын. Ал мынау міне Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті. Міне. Көрдіңіздер ма? Достар, сіздерге тағы бір нәрсе көрсетейін. Мынаны қарасаңыздаршы. Мынау бұрын болмаған сияқты еді ғой. Таң қалып, шық болып. Не істеп жатыр? Ал бұның ар жағында негізі ботақан бар. Сол ботақанға ремонт істеп жатыр ау деймін. Ал міне Қызылорда облыстық соты міне. Міне анау тұр. Қызылорда облыстық соты. Міне осы площадьтың көрінісі. Келіңіздер, демалып қайтыңыздар. Міне Қорқыт Ата университеті. Сізге жақынырақ көрсетейін. Міне мына жерде тұр. Достар, міне жақындатайын әлде де сіздерге. Қызылорда Ата атындағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті. Кешіріңіздер достар. Ал мынау біздің елтаңба. Мына жерде орысшасы. Кызылординский университет имени Қорқыт Ата. Міне. Қазір жақындатайын. Міне. Іші міне. Сіздер үшін көрсеттім достар, әрең дегенде. Бұл жерде негізі адам көп болатын. Тек сіздер үшін ғана түсіріп жатырмын. Ішінің қандай екен. Міне ол іші. Қараңыздар. Міне бұлар шығып жатыр. Шығып, біреуі шығып, біреуі кіріп жатыр ғой, короче. Былай қиғаштатып көрсетейін сіздерге. Көрдіңіздер ма іші? Нормальный. Міне. Міне мына жерде тұр. Парасыз болашаққа бірге деп тұр. Көрдіңіздер ма? Әнеу тұр. Менің көзім жетіп тұр. Хабарландыру тақтасы деп тұр. Сосын оның астында әне. Мына жерде орындықтар бар. Адамдар шығып отыр. Кіріп жатқан адамды көріп тұрған жоқпын. Әзірге бүкіл ішінде азанда кіріп кешке шығады. Міне. Мына жерде. Мына жерде. Короче, достар, сіздердің іштеріңіз пісіп кеткен шығар. Бұны ішім көрінбей бәрі бірде, собственный. Міне. Вот достар, кейбір адамдар камерадан қорқады. Ал кейбіреулері керісінше түсір дейді. Жаңағы апайымыз
істеп жатыр екен. Қарап жүрейік біршін. Так, достар, менің өзім ештеңе көріп тұрған жоқпын. Че-то апайымыз кетіп қалған сияқты ғой. Қараңыздар. Сіздер көріп тұрсыздар ма? Егер көрген болсаңыздар, уақытымен белгілеп комментке жаза кетіңіздерші. Сосын менің арнама тіркеліп кетіңіздер міндетті түрде, ма? Лайк басыңыздар. Міне, осы жаққа түскісі келетін балаларға айтатыным осы ғой, студенттерге. Осы жаққа келіңіздер деп айтып отыр. Құпия блог, достар. Апайымыз байқамайды да, оны камераға түсіріп отыр. Қарасаңыздар. Міне, достар, мына жерден көрсетейін сіздерге. Ал, міне. Так, что-то қатты жылыстым ау. Міне іші. Міне, достар, мына жерде орындық бар. Шамалы алыстатайын. Сіздерге жақын болып. Дұрыс көрінбеген шығар. Опа. Міне мынандай батуттар келіп жатыр. Осындай. Қазір осындай балдарға көбейіп кетті. Жақсы бизнес болып жатыр ау деймін. Жақсы ақша түседі ау деймін. Асын көрмеген шығарсыздар, көрсетейін. Сіздерге көріңіздер ма? Асын осындай. Короче деген. Өзім ішін көрсетейін сіздерге. Мына жерде замок осыны ашып кіреді. Оның алдында өте беріп қойған сіздерге. Мына жерде көрсетейін. Опа. Мынау мен. Араңыздан бері көре алмай отқан шығарсыздар, иә? Міне. Көк ту. Мынау свет. Мына жерде. Сосын мына жерде де. И мына жер. Мә, сочная деген нәрсе тұр қазір. Міне мына жерде көріңіздер ма? Міне, біздің таңдауымыз Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті. Көріңіздер ма? Мына жерде қыздар жүр, балдар жүр, кептер жүр, в общем. Достар, міне площадьты биіктен көрсетейін сіздерге. Жоқ, лучше мынаға мінейік. Осы жақта жақсырақ көрсетіледі. Ай, көгерсіңдер. Бұл Қызылорда облыстық Нартай Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры. Мені білетін шығарсыздар. Мен бір ретте барып көргенмін. Барғанмын. Қазір секіреміз. 1, 2, 3. Достар. Ал. Бісміл. Достар, енді қалай шығамыз? Бұл оңай. Менің аяғым жетеді. Ал, кеттік міне. Осыны биіктен көрсетем ғой қазір сіздерге. Міне. Мына жақ көлеңке ғой, кәдімгідей ағаштары бар. В общем, көп қой. Мынандай терезелер бар. Шыққы жағын ішін көрсетейін сіздерге. Қазір 1, 2, 3. Ештеңе көрінбейді. Тек перде ғана көрінеді. Ештеңе жоқ, достар, особенно. Мен бұл жерге кірген себебім сіздерге биіктен көрсетем дедім. Қазір сіздерге берген уәдемді орындаймын. Міне енді барынша жақын 12-сен
көрсетіп тұрмын сіздерге. Өте жақыннан. Анау фонтан тұр. Міне балалар ойын-сауық орталығы дейді. Хотел дейді. Соны ақ үй, мынау кинотеатр, мынау кино әлемі дейді. Міне мынау Қазақстанның туы, онсыз ешқайда бара алмаймыз. Енді біз келесі жаққа кеттік. Келесі жағымыз қай жерде деп ойлайсыздар? Әрине өзіңіз айтқан балалар ойын-сауық орталығы. 1, 2, 3 достар. Давай кеттік. Бісміллә. Опа, достар. Жестко болды ғой. Екінші қабаты міне мынау. Достар. Көрдіңіздер ма? Столбымыз керек. Ё-моё, достар. Қарас. Ағайымыз шынды ма? Бізді қуып шықты ғой. Ашу керек бізге. Ана ағай ары қарай кетсе, атмен алады. Бірақ ол келе жатқан сияқты. Жоқ. Анау көзін киіп алған. Әрі кетіп бара жатыр. Көрдіңіздер ма? Көрсете алмайтын сияқтымын. Сіздерге яғын. Анау балалар ойын-сауық орталығы. Ішінде не бар екен, онсыз да көре алмаймыз. Камераны жақындатып көрсете аламыз сіздерге. Бара бер. Міне достар. Көрдіңіздер ме? Анау батут тұр. Анау батут кетіп бара жатыр, бірақ басқа анау үлкен батут тұр ғой. Достар, көрдіңіздер ме? Қазір анау балалар ойын-сауық орталығы атымен не айтса, ол көрсетілмейді. Егер ана ағай алысқа кетіп қалса, көрсете алам. Әзірше біз фонтанды көрсетейік. Мына жерде велогонщиктер кілең белгі дейді. Мынау семейный белгілер, мынау машиналар, балаларға анау автобус. Ал енді барайық, міне собственный бассейніміз. Анау не сары? Достар, түсінбедім. Қоқыс тастауға тыйым салынады дейді. Суға түсуге тыйым салынады. Су бұрқақ, үлкен тоқ кернеуінде дейді. Назар аударыңыз. Бейне бақылау жүргізілуде. Су бұрқақ, ішіндегі су химиялық қосындылармен дайындалған дейді достар. Химиялық рас шығар. Қоқыс тастамай. Суда сондай шығар. Ал бірақ сіздер үшін көрем. Бұны қайталамаңыздар достар. Өте қатаң тыйым салам сіздерге. Бұны қайталауға болмайды достар. Ал мен сіздер үшін көрем. Ал бісміллә. Міне достар. Ешқандай тоқ сезген жоқпын. Бірақ аяқ астынан болып қалуы мүмкін. Жазым аяқ астынан дейді. Химиялық. Ол бұрыннан бері химия ғой, ол явно. Достар, хабарды естіп жатқан шығарсыздар.
коммада екі баласы, сосын бір анасы жатыр. Мамасы коммада жатыр. Тоққа түсіп қалған ғой, короче, темірге жапсып. Сосын Инстаграмда шығарды ғой. Бір адам құтқарған деп. Бір екі баланы құтқарған, сосын тоғырып шаршап қалғаннан кейін басқа бір үлкен адам келіп, сол екі баланың мамасын шығарып алған ғой, короче. Сондықтан достар, сіздер де абайлаңыздар. Химия онсыз да ол. Бет-ауздарыңызды жуып алуыңыздарға болады, бірақ әне бүкіл адамдар алып жатыр ғой суды. Аяғын салып отыр, тіптен ана жерде көрдіңіздер ме? Бірақ химиялық қоспа қосылғаны ол рас енді. Химиялық қоспа рас. Бірақ судың білмеймін қандай екенін. Болып қалуы мүмкін ема? Достар, ал кетіп бісміллә тағы да. Бұда ішінде енді явно таза су емес қой бұл. Бірақ бет-аузды шайып алуға болады. Ішінде таракандар, құрттар жүреді да, кішкене құрт-құмырсқалар түсіп кетеді ішіне. Бірақ бет-аузымызды жуып алуымызға болады. Не, достар, ең басты ішпеулеріңіз керек қой, іштеріңізге, көз мұрындарыңызға тиіп кетпеу керек. Қас көреміз. Мына жақты көрейік. Не, мына жақта машиналар. Не, машиналар осындай. Балалар қарың. Мынау міне үлкен семейный берег. Мынау міне автобус. Мынау батут. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Мұнда жақындатып көрсетейін сіздерге. Ең қызығы, любой баланың арманы бұл жерде велик жоқ болса, яғни велик прокатқа алу. Міне, мына жерде әр түрлі великтер бар. Міне, осылай әр түрлі великтер бар. Мына жерде и мына жерде әрі қарай көрсетейін сіздерге. Орындық. Отырып алуға болады. Ал бірақ сіздер күтпей қойыңыздар, мен көрсете берейін. Отыра береді деп ойладыңыздар ма? Мынаның не екенін түсінбедім. Түсіндім, бұл күшін айтын ғой, просто аударып қалды. Мен мынау тұрып тұрған кезінде. Көрдіңіздер ма? Мынаған да осылай орнатады. Мен мынау собственно шарик ататын жерлер. Мынау кішкентай балаларға арналған балық аулайтын жерлер. Барлығыңыз бір рет болса да көрген шығарсыздар. Ал мынау міне тәтті мақта мен мороженое, яғни балмұздақ. Достар, мына жерде батут. Постқа бармай қоятын болдық қой, достар. Мына жерде бәрі бар ғой, батут. Мынандай парктен гөрі пост жақсы екен ғой. Достар, сондықтан паркке емес, постқа келіңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз менің айтқанымды тыңдасаңыздар да, тыңдамай қойсаңыздар да болады. Бірақ тыңдап жатсаңыздар, келіңіздер. Өкінбейсіздер ғой. Ол жақта бұндай көп ақша ұтпайсыздар. Бір жағынан демалыс. Шу жоқ. Міне. Великтер ғой. Велик. Велик. Мне батут и шарик. В общем, достар, осындай ғой қаланың көркі деген. Қала деппін ғой. Кесіңіздер, қош. Шатасып кеттім. Автобус кетіп барады. Міне, достар. Нұрислам, берген не істеу? Міне. Осындай батуттар. Батут. И сосын машиналар осындай. Міне. Достар. Фонтан. Анау кетіп бара жатқан машиналар. Сенбейсің? Қатты шөлеп кеттім. Конечно, жаздың 50 градусында любой адам шөлдейтін шығар.
достар, қазір демалып алайын. Сосын жалғастырамыз. Кеттік. Ал міне мына жерде скамейкалар. Ағаштармен осындай. Демалып алайыншы. Скамейка керек. Жоқ. Бұл YouTube каналы олашын ғой. Демалып отыр отбасымызбен. Жоқ. Тұра берсін. Міне, мынау площадь. Так, 20 минут түсіп кеттік қой, достар. Қазір видеомызды жалғастырамыз.